Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Салтбек қызы. Бүгінгі видеода бір ғана құрамнан тұратын осындай 4 түрлі сырный шарики болып шығатын шариктердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен бізге сыр қажет болады. Мөлшерін барлығын астына міндетті түрде жазып қоятын боламын. Теркамыздан ең майда жағынан өткізетін боламыз. Яғни осындай майдалықты болып шығуы қажет. Неге барлығын майдалап өткізіп алдық. Енді бізге осындай піскен жұмыртқа қажет болады. Қабығын ашып дайындап қойдық. Осыны да теркадан өткізетін боламыз майда жағынан. Екеуін де теркадан өткізгеннен кейін чесногымызды алып, майда теркадан отты өткізіп қосатын боламыз. Үстіне майонезімізді қосамыз. Майонезді яғни көз мөлшерімен біздің қоспамыз біріккенше осылай араластыратын боламыз. Неке біздің ең басты қоспамыз дайын болды. Яғни енді 4 түрлі шарик жасайтын боламыз дәл осы қоспадан достар. Неке ең бірінші қоспамызға біз осындай краб таяқтарын қолданатын боламыз. Бір пачкасын осылай майда теркадан өткізетін боламыз. Неке 2 бөлікке бөліп алдық. Енді ең басты бөлігіне 2 қасық біздің қоспамыздан салып, яғни сырымызбен жұмыртқадан салып, жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Яғни бірікпеген жағдайда үстіне майонез қосамыз. Неке осы кезде мен кішкене қара бұрыштан қосып жібердім. Қара бұрышта өте дәм береді. Неке сухой болғандықтан кішкене майонез қосып жібердім. Осылай қосып, влажный болғанша, яғни араластыратын боламыз. Неке дайын болды. Енді бір қасықтан алып, осылай қолымыздың көмегімен шариктер жасап, біздің алып қалған краб таяқтарына осылай аунататын боламыз. Яғни Рафаэллаға ұқсап, өте керемет вид беріп тұрады. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз достар. Ал енді екінші бөлігіне бізге осындай қияр қажет болады, яғни қабығы ашылған. Осылай бөліктерге бөліп, жұқа етіп, майда етіп, осылай турап қосатын боламыз. Біздің шариктерімізді, яғни қиярдан жасайтын боламыз. Бұл да өте дәмді, сочный болып тұрады. Барлығын осылай турап аламыз достар. Содан кейін қоспамыздан қосып, шариктер жасап, кунжутқа, яғни бізге осындай қара немесе қоңыр кунжут қажет болады. Соған сыртын аунататын боламыз. Ал енді үшінші қоспамызға бізге укроп пен петрушка қажет болады. Неке басын кесіп алып тастап, осыны майда етіп турап шығатын боламыз. Яғни бізде жасыл, ақ болып өте әдемі шариктер көрініп тұрады. Неке бір қасық біздің қоспамыздан салып жіберіп, жақсылап араластыратын боламыз. Яғни біріккенше. Бұны ешқандай нәрсеге аунатудың қажеті жоқ. Бұл өзі дайын қоспа. Неке дайын болғаннан кейін осындай шариктер жасап, міндетті түрде осылай қоя бересіздер. Бұл өте әдемі вид болып тұр. Қараңыздар, өте әдемі көрінеді достар. Үшінші қоспамызды дәл осылай шариктер жасап шығатын боламыз достар. Ал
енді бізде ең соңғы шаригімізді осындай сәбіздің көмегімен жасаймыз. Яғни сәбізімізді, піскен сәбізді теркадан өткізіп алып, жартысына осылай біздің қоспамызды араластыратын боламыз біріккенше. Енді кішкене бөлігін алып қаламыз. Шарикті осылай жасап, біздің алып қалған бөлігімізге сыртын осылай аунатып, қайттан шарик қылып тұрмалатқызатын боламыз. Сол кезде біздің қоспамыз өте әдемі көрінеді. Мінекей достар, біздің өте оңай, бір ғана қоспадан жасалатын сырные шариктеріміз дайын. Яғни осындай 4 түрлі болып шығады, дастарханның көркін ашады. Және де жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дастарханның көркін ашатын сөзсіз, қонақтар келгенде сондай керемет болып тұратын болады. Және де достар, қасына осындай рулетикпен жасап қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Жасалу жолы менің арнамда бар. Міндетті түрде көріңіздер. Баршаңызға дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Неге шариктер сондай дәмді болып шыққан, және де дастарханның көркін ашады. Сіздермен болған Майра Сауытбекқызы.